Бүгінгі біздің тақырыбымыз 4 А негізгі топша элементтері. Сабақтың мақсаты 4 топ элементтерінің химиялық және физикалық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары. Оқу мақсаттары: элементтердің табиғаттағы тарауын білу, осы элементтер түзетін жай заттардың алыну әдістерін біліп, сәйкестендіру және салыстыру. Топтағы элементтердің химиялық және физикалық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын түсіну. Қосылыстар молекулаларының пішіндерін түсіндіре білу. Топ ішінде жоғарыдан төмен бағытта элементтердің төмен тотығу дәрежелерінің өзгеру заңдылығын білу және түсіну. 4 А топша элементтерге көміртек, кремний, германий, қалайы, қорғасын жатады. Солардың ішінде ең кеңінен таралған көміртек пен кремний. Көміртек элементі ол бейорганикалық элемент деп есептеледі, себебі тірі ағзаның құрамында 97%-ға дейін макро элементтердің бірі болып табылады. Ал енді кремний ол оттектен кейінгі 27% атмосферада таралатын элементтің бірі, кеңінен таралатын. Осы элементтердің ішінде ең практикалық маңызы бар бұл көміртек пен кремний элементтері. Көміртек элементі табиғатта 5 аллотропиялық тір өзгерісі кездеседі. Ең негізгісі бұл алмас, аморфты көміртек, карбин, графит, фуллерен. Табиғатта көміртек, жаңа айтып кеткендей, аллотропиялық тір өзгерісі алмас, графит, карбин, одан басқа қосылыс түрінде малахит, доломит, сидерит, кальцит, бор, әктас түрінде кездеседі. Жоғарыда айтып кеткендей, осы 4 топ элементтерге көміртек, кремний, германий, қалайы, қорғасын элементтер жатады. Яғни жоғарыдан төмен қарай элементтердің бейметалдық қасиеті төмендейді, металдық қасиеті артады. Көріп отырғандай, соның ішінде қалайы мен қорғасын типтік металдар болып табылады. Табиғатта кремний оттектен кейінгі элемент, кездесетін 2-ші орында, жер қыртысында 27%-ға дейін құрайды. Ең кең таралған кремний оксиді, кремнозем деп атайды, саз, топырақ. Кремний оксидінің түрлері агат, яшма, аметист, халцедон, тағы да басқа минералды бағалы тастар ретінде кездеседі кремний. Енді бұл элементтердің қайнау және балқу температуралары жоғарыдан төмен қарай төмендейді. Ең балқу температура, жаңа көміртек айтқандай, оның алмас түрі, аллотропиялық түрі өзгерісі, оның балқу температурасы 3527 градус болса, қорғасындікі 327. Яғни жоғарыдан төмен қарай неліктен балқу температура оларға төмендейді. Олардың құрылысымен байланысына сәйкес өзгереді. Көміртек, кремний және германий ұқсас, қалайы сұр және ақ түсті болып келеді, алмазға ұқсайды. Қорғасын металдық кристалл торы тән қорғасынға. Көріп отырғандай, яғни неліктен олардың температура жоғарыдан төмен қарай төмендейді, себебі олардың кристалдық торларына байланысты. Көміртекте графит призма түрінде болса, алмас тетраэдр түрінде болады. Сонымен қатар қалайы да жаңағы тетраэдр сияқты құрылысты болып келеді. 4 топ элементтерінің электр өткізгіштігі қасиеттері, жаңағы көміртек алмас түрінде ол диэлектрик болып есептеледі. Ал графит, оның жаңағы аллотропиясы көміртектің, ол жартылай өткізгіш болып есептеледі. Кремний жартылай өткізгіштік, германий жартылай өткізгіштік қасиеті бар, қалайы мен қорғасындар, олар электр өткізгіштігі жоғары болып келеді. Тотығу дәрежесі -4 көміртек және кремний көрсетеді.
ал енді +2 бұл жоғарыдан төмен қарай артады. +2 қорғасында +2 тотығу дәрежесі көбірек тұрақты. +4 жаңағы төменнен жоғарға қарай жаңағы артады. Барлық 4-ші топ элементтері жалпы формуласы X хлор 4 болатын тетрахлор хлоридтер түзеді. Тетрахлор метан, тетрахлор кремний деген сияқты осындай қосылыстар түзеді. Олар жаңағы арасындағы байланыс қарапайым ковалентті байланыс болады, тетраэдр пішінді болып келеді. Бөлме температурасының ұшқыш сұйықтар болып келеді, қайнау температурасы төмен болып келеді. Көміртек жалпы осы 4-ші топшадағы элементтер тотығу дәрежесі +2, +4 болатын оксидтер түзеді. Тотығу дәрежесі +2 көміртек моноксиді, СО, кремний оксиді, силициум О, германий эквивалентті оксиді, германий О, қалайы эквивалентті оксиді, қорғасын эквивалентті оксиді, плюмбум О. Тотығу дәрежесі +4 көміртек диоксиді, СО2, кремний оксиді, силициум О2, германий оксиді, германий О2, қалайы оксиді, қорғасын оксиді, плюмбум О2. Яғни осы топтағы элементтер жоғарыдан төмен қарай көміртек тептік бейметалл болса, германия екідайлы қасиет көрсетеді, германия екідайлы қасиет көрсетеді, қалайы екідайлы қасиет көрсетеді, плюмбум екідайлы қасиеті басым болып келеді. Көміртек табиғатта екі түр оксид түзеді, СО және СО2. СО көміртек монооксиді немесе иіс газы дейді. Көміртек диоксиді 4 валентті көміртек немесе көмір қышқыл газы деп атады, СО2. Көміртек 4 валентті оксиді СО2 түссіз, иіссіз, ауадан ауыр, жануды қолдамайтын, жануарлар мен адамдардың тыныс алуы нәтижесінде бөлінетін газ. Ауада ол 0,039% кездеседі. СО2 көмір қышқыл газы ауадан ауыр болғандықтан жертөлелерде, шұңқырларда, шахталарда, құдықтарда жиналып қалады. Сол жерлерде жүргенде сақтану ережелерін қолданады. Сондай-ақ бөлмелерде жиі жылыту қажет. Ол оңай сұйыққа айналады. Көміртек оксиді СО2 оксидінің табиғаттағы таралуы 0,2%, фотосинтез арқасында атмосферада көміртек оксиді жойылады, минералды кендер көміртек оксидін құрайды. Көміртектің қолдануы. Көміртектің жаңа тән қасиет оны адсорбциялау. Адсорбциялау дегеніміз қатты заттың бет жағындағы газдарды немесе сұйық басқа заттарды сіңіру. Ол соны адсорбция деп атайды. Сондықтан көміртекті адсорбент ретінде противогазда немесе аяқ киім май дайындауға, болат өндірісінде қолданады, ауыл шаруашылығында қолданады, отын ретінде тас көмір, резинка дайындалады, медицинада дәрі-дәрмек алуға, әшекей бұйымдарға, типографиялық бояу алуға қолданады. Одан басқа бояулар, металлургия кәсібінде, синтездік бензин алуда, резинка алуда, қант өндірісінде, талшықтар өндірісінде, график электродтар алуда, жазғанда алмаз алуда, қарындаштар, графит өзектері алуда. Кремнийдің жаңағы күн батареясы. Бұл элемент жаңағы күн жүйесін басқа энергия түріне айналдырып тұрады. Сондықтан күн батареясын әзірлеуде, электроникада, қыш бұйымдар алуда, терезе шыны алуда, қыш материалдарын жасауға, оптикалық өнеркәсіпте, отқа және қышқылға төзімді болат алуда, тағысын басқа қолданады, кеңінен қолданады.